1995 жылдың шілде айы еді. Республика министрлер кабинетінің бөлім меңгерушісі Сауытбек Абдрахманов бізге мынадай қызық дерек айтты. Ол Абайдың 150 жылдық тойы қарсаңындағы Қазақстан мәдениетінің күндерін өткізу үшін Пекинге барған сапарында сол ел армиясының әскери формасын киген қазақ генералын көріпті. Өкінішке қарай, хабар иесі сол күндердегі жоспарланып қойылған ресми мәдени шаралардың көптігінен әлгі кісімен арнайы кездесіп әңгімелесе алмаған. Бізбен бірге 2-3 телеоператор барып еді. Генералмен, міне, солар кездесуі мүмкін. Газетке қажет еді деп сұрасаңдар айтып та, жазып та беретін шығар, деді Сәукең сөзінің соңында. Хош, сонымен енді әлгі әріптестерімізді ізделік, бірақ сырттай көргенімен олар да жолықпаған, жүздеспеген болып шықты. Не істеу керек? Бұл қиындықтан байырғы журналист белсенді авторымыз Ғалым Тыныбаев аға құтқарды. Ол кісі біз іздеп сұрастырып жүрген қазақ генералы туралы Үрімшіде деректі кітап шыққанын, егер қажет болып жатса, оны сол жақта тұратын інісі Жамбыл арқылы алдырып бере алатынын айтты. Ақыры солай болды да, арада ай жарым уақыт өткенде ел аралық Шалқар газетінің Шыңжаңдағы меншікті тілшісі Жамбыл замандасымыздың ұқыпты қолымен жіберілген кітап біздің алдымызда жатты. Кітаптың аты Хасен генерал, авторы Асылхан Бегенұлы деген азамат. Оның негізгі мамандығы фототілші екен. Көп жылдар бойы Пекиндегі түрлі түсті суретті ұлттар журналында жұмыс істепті. Қазір Қытай әсем өнер фотосурет баспасы бас редакторының бірінші орынбасары болып қызмет атқарып жатқан жайы бар. Аннотациядағы деректерге қарағанда Хасен генерал Асылхан Бегенұлының проза саласындағы тұңғыш кітабы сияқты. Туынды 1994 жылы Үрімшідегі Шыңжаң баспасының араб әрпімен жарық көріп, елге тез тарап кеткен. Кітаптағы баяндалған жайлардан мынаны ұқтық. Қытайдағы қазақ генералы Хасен Рүстемұлы 20 ғасырдың басында республикамыздың шығыс өңірінен арғы бетке ауып барған Найман Ыбырайым деген қарияның ұрпағы екен. Оның ауылы Хансу елінің соңғы императоры Фуэ тақтан түскен 1910 жылғы аласапыран кезде ішкі Қытай жеріне қарай үркеді де Гансу өлкесінің Линшия ауданына барып қоныстанады. Осы жерде 1921 жылы Хасен өмірге келген. Бөтен ел, бөгде жердегі тіршілік тауқыметті есеңгіреткен Рүстем отағасының 5-ші перзенті Хасеннің балалық шағы оңай болмаған. Ес білгеннен бастап ол құлдыққа сатылған аға әпкелерінің аянышты тағдырын көріп өседі. 9 жасқа келгенде оның өзі де малайлыққа жалданады. Өмір сүру үшін Джан Жия Мин деген Қытай атын қабылдайды. Өстіп жүргенде жергілікті кедейлер арасында жоқшылық пен қайыршылықтан тек қызыл армия ғана құтқарады. Оның қатарына қабылдансаң тамағың тоқ, киімің бүтін болады деген сөз тарайды да, мұны естіген Хасен ормандағы партизандарға қашып барып, солардың арасынан бірақ шығады. Қытаймын, сауытым бар, оқида, жазада аламын деп, Хансу тілінде тақылдап тұрған 12 жасар жеткіншекке көңілі түскен қызыл армия командирі оны әуелі ротаға сырнайшы, сосын байланысшы етіп алады. Бұл 1932-33 жылдар еді. Содан кейін Хасен барлаушы болып, Янан бекінісіне жасалған шабуылда асқан ептілік ерлік үлгісін көрсетеді. Ақыры не керек? Джан Жия Мин атты 15 жасар жауынгердің осы және бұдан басқа да өжет батыл қимылдары армияда үлгі етіліп айтыла бастайды да. 1936 жылы ол коммунистік партия қатарына қабылданады. Хасеннің өзіміз сөз етіп отырған кітаптағы баяндалған бұдан кейінгі өміріне
зер салып қарар болсақ, олардың ішінен мынадай 3-4 жайтты ерекше атап айтуға болады ғой деп ойлаймыз. Оның біріншісі, болашақ генералдың 1936-1939 жылдары Қытай Компартиясының көсемі Мао Цзедунның оққағары әрі көмекшісі болып жұмыс істегендігі. Ол 4 жыл бойы осындай жауапты міндетті мүлтіксіз атқарып, сын тезінен өткен. Бұл факты. Екінші, ұзақ уақыт әскерде болып үйіне демалысқа келген Хасенге әкесі Рүстемнің 1942 жылғы айтқан жансыры: біз Найман руынан тараймыз, балам деп бастапты әңгімесін қария. Бабаларымыз ежелгі қазақ даласының Көксу деген жер мекендеген екен. Аумалы төкпелі заманда Шәушекке келіп қоныс теуіпті. Содан кейін үдере көшіп Іле аймағының Қорғас деген жеріне барыпты да қайтадан Шәушекке айналып соғыпты. Соңғы 25 жылдан бері атамекеннен мүлдем алыстап, қалың Қытай ортасы Гансуде тұрып жатырмыз. Саған айтар өсиетім, тіршілік болып орайы келіп жатса атамекеніміз Шәушекті көр, ондағы туыстарыңды тап, ұрпақты болсаң, балаларыңа қазақ екендігімізді ұғындыр. Сен қайтып оралғанша мен жоқпын, қолыңнан топырақ сала алмайсың. Реті келсе, кейін Шәушектегі аталарың жатқан жердің бір уыс топырағын әкеліп, зиратыма шашарсың. Осы айтқандарымды орындасаң, саған менің аруағым риза болады депті. Үшінші, Хасен 1945 жылы Люсен атты Қытай қызына үйленеді де, бір жыл өткен соң олардың Джан Жия атты ұл балалары өмірге келеді. Содан кейін 1949 жылы 1 қазанда Қытай Халық Республикасының азаттық күні жарияланғаны мәлім. Міне, сонда ол бұл мерекені полковник шенінде қарсы алады да 1951 жылы елдегі танк армиясының құрушысы әрі Қытайдағы бірінші танк мектебінің бастығы. 1953 жылы мемлекеттік әскери істер комитетіндегі сауытты автомашина бөлімінің бастығы міндеттерінде қоса атқарады. Хасеннің кітаптағы айтқан естеліктеріне қарағанда, ол Қытай Халық Республикасының Чжуде, Пендехуай сияқты үлкен әскери қолбасшыларын өте жақсы білген. Әсіресе, бұл маршалдармен бірге оның 1955 жылы Пекиндегі Хуайрин таң сарайында дербес еркіндік 1 тамыз ордендерін алғаны кейіпкеріміздің есінде ерекше сақталып қалған. Сондай-ақ Хасен қолбасшы Пендехуайдың әскери талантын, онымен өзі бірге болған Американ Корей соғысындағы сәтті операциялар арқылы жақсы баяндайды. Өзінің 74 жылдық ғұмырының 54 жылын Қытай армиясының құрылуы, қалыптасу, даму кезеңдеріне арнаған генерал Джан Жиаминнің 1983 жылғы соңғы қызметі мемлекеттік әскери құрылыс армиясы бас басқармасы қолбасшысының орынбасары екен. Міне, ол сол жұмыстан отставкаға шығады да 1984 жылы Пекиннен Құлжадағы Іле қазақ автономиялы облысы құрылуының 30 жылдық тойына келіп, елге өзінің Хасен Рүстемұлы деген қазақ екенін жария етеді. Кітапта өз ұлтын айтуды осыншама уақыт кешіктіріп келгенін, армиядағы Линбао әрекетімен мәдени революция тұсындағы себептермен түсіндіретін жолдар бар. Хасен генерал қазір Пекинде тұрады екен. Атамекені Шәушекке келіп кетіп жүреді дейді. Сондай-ақ оның Қытай астанасындағы қазақ зиялыларына, студенттеріне, Шыңжаңнан барған қандастарына есігі әрқашанда ашық көрінеді. Асылхан Бегенұлының
Хасен генерал кітабынан ұққанымыз осы әлеумет. Міндетіміз өмірде осындай адамның бар екенін сіздерді хабардар ету. Авторлық анықтама. 2001 жылы қыркүйекте Қытай Халық Республикасында Қазақстанның мәдениет күндері өтетін болып, Бейжіңге келдік. 2 күннен соң біздің осындағы өзіміздің елшілік қонақасыға шақырып, жергілікті диаспора өкілдерімен таныстырды. Солардың ішінен Мұхамеджан деген ақсақалмен жүздесіп, көп әңгімелестім. Бір сөз ретінде айтпақшы, осы Бейжіңдегі қазақ генералы әлі бар ма дедім. Оны қайдан білесің деп қарсы сұрақ қойды маған ақсақал. Мен бұл сауалға Асылхан Бегенұлы деген қаламгердің 1994 жылы Үрімшіде араб әрпімен басылып шыққан Хасен генерал атты кітабының қолыма түскенін, сондағы фактілерді іріктеп ала отырып, 1995 жылғы 31 желтоқсанда Халық кеңесі газетіне мақала жазғанымды айттым. Солай ма деді Мұхан. Оның жөн болған қарағым. Хасен Рүстемұлының қытайша ныспысы Жанжа мен ғой. Ол ағаң бар, аман есен. Бірақ ептеп сырқат. Әнеу күні әйел маған келіп, генералдың қала сыртындағы әскери госпиталда жатқанын айтып кеткен. Кездесуге уақытың бар ма? Егер көремін, жолғамын десең, ауруханаға ертіп апарайын. Сол арада Мұхан екеуміз отыра қалып, ертеңгі күннің жоспарын жасадық. Бейсенбідегі бос уақытымыз таңертеңнен түске дейінгі император қалашығын аралайтын 5 сағат еді. Ал түстен кейін Шанхайға ұшуымыз керек. Сондықтан генералға жолығу үшін жаңағы экскурсияға бөлінген уақытты госпиталға барып қайтуға айырбастау қажет сияқты. Ақылдаса келе мәселені солай деп шешкен Мұхан және хабар агенттігінің операторы Еділ Ермекбаев үшеуміз таңғы сағат 8-де біз тоқтаған Поли Плаза қонақ үйінің алдында кездесетін болып уағдаластық та ертеңге дейін қайыр хош айтыстық. Бірақ ол күні Мұхан белгіленген уақытта келе алмады. Бар кінә Бейжің көшелеріндегі көлік тасқынының көптігінен пайда болған транспорт тығыны тасбақа жүрісте еді. Соның салдарынан бізге тек сағат 12-де әрең жеткен ол кісі баратын жерімізге енді үлгере алмаймыз. Сондықтан мен сендерді генералмен телефон арқылы сөйлестірейін. Сөйтіп, ең болмаса дауысын естіп қалыңдар деді де, кешіккеніне қатты қысылып, ақыры солай болды да. Міне, аппарат құлақшасынан қытайша амандасқан қарт адамның қарлығыңқы дауыс естілді. Мен оған қазақша сәлем берумен жауап қайтардым. Екі жақтағы бұл сөзімізді кезек-кезек Мұхамеджан ақсақал аударып отыр. Сондағы ауызекі айтылған ол әңгіменің ұзын ырғасы мынадай. Мен сұрақ қойдым, ол кісі жауап берді. Жасыңыз қаншада? 81-ге аяқ бастым. Қытай Халық Республикасы армиясында неше жыл қызмет атқардыңыз? 54 жыл, 4 ай. Қандай наградаларыңыз бар? Азаттық, 1 тамыз ордендермен бірнеше медальдардың егерімін. Бізге айтатын тілек, өтінішіңіз жоқ па? Өзіңізді қазір нендей нәрсе мазалайды деп ойлайсыз? Кеудемде кәрі көңілімде бір арманым бар. Әскери қызметтегі 2 подполковник ұлымнан 2 немерем өсіп ержетіп келеді. Қыз балалар, міне, солар ата-бабамның туған жері Қазақстанға барып оқыса, ана тілін үйреніп, өзінде қандас замандастарымен араласса деймін. Бұл ойымды кезінде осында елші болған Қуаныш Сұлтановқа айтқанмын. Ойланайық деген. Көрсең, осы сәлемімді есіне саларсың. Генерал Хасен Рүстемұлымен арадағы әңгіме осылай аяқталды. Біз содан кейінгі 2 сағаттан соң қонақ үйден шығып Шанхайға ұштық. Мәлімет ашылмаған аралдар кітабынан алынды.